Сәлем достар, бүгін сіздермен сүзбеден жасалатын шариктердің рецептімен бөлісемін. Бізге керек творог, жұмыртқа, қант, ұн, қамыр қопсытқыш, корица, мускатный орех, ваниль. Творогты ситадан өткіземіз, сол кезде сүзбелі шариктеріміз нәзік воздушный болады. Ситадан өткеннен кейін творогымыз осындай өте воздушный болады. Бөлек ыдыста жұмыртқаны миксерлейміз. Қантты аз-аздан қоса отыра 2-3 есе үлкейіп, ақшыл болуы керек. Миксерленген жұмыртқаны творогқа қосып араластырамыз. Електен өткізілген ұнға қамыр қопсытқыш, ванилин, корица және мускатный орехті қосып араластырамыз. Творожный массаға ұнды 2-3 бөлікке бөліп, салып, араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Көп илеп қажет емес, барлығы толық араласса болды. Сәл қолға жабысу мүмкін, қамырның өзі сондай болады. Ұнды артық салып жібермеңіздер. Дайын болған шариктерді қоятын ыдысты ұнмен себеміз. Кесеге су құйып қойып, қасымызға қоямыз. Өйткені қасықты да, қолымызды да сол суға батыратын боламыз. Шай қасықты сулап, қолдарымызды сәл сулап, шариктер жасаймыз. Қызып тұрған майға отты қатты қойып, шариктерді салып пісіреміз. Шариктеріміз осылай астынан жоғарыға қарай көтеріліп, қуырылып бастағанда шаншқымен араластырып тұру керек. Барлық жері біркелкі болып піседі, және де домалақ болып піседі. Сол үшін шаншқымен үзбей араластырып тұру керек. Қызарғанда майдан аламыз. Суыған сүзбелі шариктердің үстін қант ұнтағымен себеміз. Өте дәмді сүзбелі пончиктар болады. Творогты ситадан өткізген соң пончиктер өте нәзік және жұмсақ болады. Дәмі ерекше, корица мен мускатный орех бір керемет, өзгеше бір дәм береді. Беті сәл қытырлап тұрады, бірақ іші өте воздушный болады. Жасап көріңіздер, лайк, подписки ұмытпаңыздар. Көп рахмет.